Болды, көреміз. Болды, әңгіме болды. Айран болыңыз, көріңіздер. Міндетті түрде қауіпсіздік шараларын қолданып, міндетті түрде каска, маска киіздіріңіздер. Анау-мынау шешінбеймін, қарға шомылмайым деген әңгіме болмайды. Жігітше. Өзің аузынан жетпесе олай дер. Жігітше. Давай, жігітше кел. Shorty, what I gotta do to get you home? My jeans full of guap and they ready for show. Skylax made back for the sexy grown. Put Tron on the rocks that'll make you moan. What's that? Come on. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгінгі видеода қызық болайын деп тұр. Жаңа Естай екеуміз сөзге келіп қалдық. Естай айтады, менің мотоцикл саласында жүргеніме 5 жыл болды, мен мотоцикл жақсы айдайын битті. Мен айтам, сен жақсы айдай алмайсың менен қарағанда деп жатырмын да. Өйткені көріп жүргендеріңіздей, видеодан көрсеңіздер де көп съемкаларда көп мотоцикл айдамайды, көп жерде дұрыс айдай алмайды десем де болады. Соған бәстесек па деп отырық. Екеуміз X88-99 моделі, классик моделімен қардың үстінде жарыссақ деп тұрмыз. Енді X88-99 моделімен қардың үстінде жүрген қиын ғой. Солайынан жарысып кім ұтатынын көрек деп отырық. Енді Ерназар қоймайды да, короче, сен 5 жыл болғанын айдамайсың анау-мынау деп. Осы жерде конкретно сөз болып қалды. Содан кейін видеоға түсірейік деп шештік, өзіміз жарыспай, өзіміз жарыса берсек те болатын еді. Видеоға түсіріп. Осы қызық болып YouTube-ға шығарайық деп шештік, сондай ой келді. Енді соны түсіруге барсамыз, енді Ерназар конкретно бұл жерде бағанада ақылдасқандай болдық қой, типа. Конкретно суть не? Мен 5 жыл опытымды мен барып апарып екеуміз жарыса салғаннан қызық емес, бірдеңке бәстесек. Жоқ, бәстесек деп тұрмын ғой. Неге бәстесеміз? Онда былай болсын. Дұрысынан қазір қыс қой, қар бар дегендей. Кім жеңіледі, қазір сол жерде жарыстан кім жеңіледі, сол тыржалаңа шешініп қарға аунасын дұрысынан. Тұрсымен ғана тұрады, конкретно аунасын. Халыққа ол түсіп көрсетеміз. Болды, қарға. Анаяққа бар, аунамаймын. Болды, ондай әңгіме, сен дайынсың ба? Қарға шомылуға? Давай. Болды, онда қарға шомылуға дайындала бер. Давай. Жүр. Араласын басын. Міне құрметті достар, қазір жарыс алаңына келдік. Менің астында X88 моделімен, Естайды X99 моделімен отатын боламын. Кеттік. Тамашалаңыздар. Құрметті достар, менің бүгінгі сынға түсетін мотоциклім астындағы темір тұлпарым 250 кубты X88 моделі. Енді бұған шолуды айтпай-ақ білет шығарсыздар. Алдыңғы артында 18 классик моделі. Нағыз осымен бүгін Естайдың жағын айырып отатын боламыз. Ода 200 куб, менікі 250 куб. Менде 18 жарым аттың күші бар ғой. 18 ат, бір ешектің күші бар ғой. Бір ешектің күші кәдімгі көмектесе ма деп тұрмын. Ал, менімен бірге болыңыздар. Қазір битик, Естай. Ортасы күрелген, екі шеті күрелмеген ғой. Честно болсын, налар күрелмеген жерде кішкене жүру қиын ғой. Сол кезде нағыз айдап айдай алмайтын көрінеді да. Екеуміз екі шетке тұрайық та. Ерназар 5 жылдық опытым бар, сен ойнамасың ше. Көрсіз қой съемкаларда. Айдайтын болсаң айдайтын едім ғой біраз жерге дейін. Просто съемкаларды өзімді көрсетейін да. Бұл X99 моделінде бақандай 16 аттың күші бар, яғни бір ер жылқыны астыңызға мінесіз. Толыққанды информация әдеттегідей телефон номерінде дәл осындай бір ер жылқыны ұтып алғыларыңыз, дәл осындай бір ер жылқыны мінгілеріңіз келсе, WhatsApp-тан күтетін боламын сіздерді. Battle has begun. Fight! Дайсың ба? 5 жылдық опыты бар жігіт. Allah'ım cekettim o. Böyle tayı vardır çatay. Ay be ayak kakar girdi lan.
Айда! Ей! Вот! Мынау дұрыс болмады. Мен жақ ана жақ тапталған ба, бір қардың дөкіштері бар ма, бірдеңке. Жеңіліп қалдың ғой мынау. Қайттан бір не көрейік. Базар жақ біріншіне өтіп кеткен жарсың. Болмаса басқаша көрейік, Естай. Бұлақи болып қалған ғой өзім. Болмаса басқаша көрейік. Қалай көрейік? Тартыс, мартыс. Арқан бар ма, Өркен? Өркен! Арқан бар ма? Әкел әкел. Бар дейді арқан. Тартысасың ба конкретно? Кел тартысамыз. Мойындағанда ана жер бұрын күрелген ба, андай ойық-шоқ жерлер болып қалды да. Әйтсе Естайды алып тұреді ма? Жо, жігіттер! Енді барынша жеңілісі мойындамай жатыр ғой енді. Всегда барлық адамда сондай болады ғой. Өзінің давай көрейік ал, намысы ойнап тұр. Жоқ, көрейік жүр. Шортовский жеңілдің мұны. Жүр көрейік, неке арқан алам. Ко? Дәл қазір Ерназар өзінің жеңілгенін мойындамай жатыр енді екінші. Мойындамай емес, жігітше ғой. Мойындамай жатсың ғой конкретно. Жарайды, мойындаймын. Бірақ көрейікші тартысып, арқан бар ғой мен жүр. Жүр, алып келші. Сен ойнапсың да. 99 по-любому мықты ғой. Байкерский өткен оқна. Қараңдар. Менің қара сайгүлігім. Қауан ғой. Трасса тартсақ е. Таяқ шығына жерде. Мына жер таяқ шығар. Да, камераға тек. Мына жер таяқ шығар, жүр, асфальт кешіп тартсақ. Жүр, отырштай артқа камераға жүріп. Короче, қазір Естайдан базар жақ ұтылып қалдым да ендіше. Енді екінші сайысты қалай болсын ұтып, сосын үшінші сайысты ойлап тауып, үшінші сайысты ұтып кету керек болып тұр ғой. Қазір битейін деп тұрмын. Қазір мотоцикл тартайын деп отырық та. Каким-то образом жеңу керек деп тұрмын. Бірақ жеңем, скоростер ғой. Үшінші сайысты жеңем, соны Естайды дамып. Естай сол жерде шешіліп, арқасы болады. Haydi albay! Bir, iki, üç. Bir, iki, Şoş kötkesin! Sen екілігені бастап кеттің ғой! Жоқ, конкретно өшігенде бастадым, мені видео көріп. Жігітше мойындасам. Видео қайталап көрсін біз. Көреміз. Жаңа мен де андай жолда жарыстым ғой, ұтылдым, мойындадым. Сен де мені өштегенде бастадың ғой. Мойындасай, жігітше мойындасай. Қойсын, жақсы болыпты. Жота, бірде бір, Кет қалды тарта. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жарыстан ұтылсам да, тартыстан ұтылмайтын қазақтың қаны қызулы мен деген ертең елімізге күн туса көкірегімді оққа көкіректі оққа тосатын жігіттердің біріміз деп. Міне жігіттер көргендеріңіздей тартып ұтып кеттім. Қазір есеп бірде бір. Енді үшінші жарысымызды ойлап табайық. Дәл осы жерден. Не дейсің, чотан бірде бір болды конкретно. Енді соңғы жарыс сежет конкретно. Соңғы жарыста қазір былай ғой, соңғы жарыс ойлап табамыз. Мен ұтам, қарға шомыласыз, қайтамыз ғой болды. Нихуя, сен ұтасың ғой әлі. Битик. Үшінші сайыс битик. Екі мотоциклмен екеуміз қазір Алматы районы жақтамыз ғой. Ташкентский момышұлы Райымбек 509-ға дейін. Өзіміз салонға дейін. Мотосалонға дейін жарса, кім бірінші мотосалонға барады, сол жеңеді. Тура сол жерде бірінші келген адам спокойно күтіп тұрады, екінші адам келіп тоқтайды да, шешінеді да, қарға көмпет алады. Бля, қазір суқ қып тұр күн бар ғой. Жеткенше бля, қазір қолдың үсік балонсызда. Лучше бар ғой, осы трасса тұр ғой, 100 метровкаға жарсай конкретно. 100 метровка кім алады, сол жеңеді. И конкретно сол шешініп, қарға сол жерде шомылады. Давай. Кеттік па? Бля, анау мынау, короче. Сен шешінбеймін деп жүрмесең болды. Короче, қазір барғаннан кейін, анау мынау шешінбеймін,
қарға шомылмайым деген әңгіме болмайды. Жігітше. Өзің аузынан жетпесе ол дейді. Жігітше. Давай, жігітше, Болды. келдік. 1, 2, 3. Sigirdim ғой. Жігітше ғой. Айтшы тайып, кім бірінші келді? Неге бір рет отырып тұрады. Онда тағы бірдеңке ұйымдастыру керек Ана болды. жарыса бер, қатып қалдың бір андай ақырын жүрмейтін бірдеңе ұйымдастырайықшы. Жігіттер, анандай да еңбек ақталады деген үміттеміз енді барынша. Сіздерге достарыңызға таратып, біздің YouTube арнамызға жазылып, колокольчикті басып, дәл осындай сайыстарды Баникс YouTube арнасына көрсеңіздер болады. Жігіттер, естаймен тағы да қандай мотоциклмен, енді қазір классик моделмен жарысып жатырық қой. Келесі қандай эндуромен айырып ұтайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Армандай береді Ерназар. Қазір көреміз ғой. Келесі не былай болсын. Міне жігіттер, қазір қызықты ситуация болды. Дәл қазір жарысып келе жатып, Ерназар 88-ден ұшып кетті, короче, құлады. Бәя, страшно көрдіңіздер. Мұзшы. Айналайын жамбырам, құладың ау сен жаман, алған жоқ па бір жерің, сенанан бол жамбырам. Киімнің бәрі, қолдың бәрі кесік айырылып, қолы айырылып, тіземен баспен түсіп короче. Бірінші очередь не дейді ғой, денсаулық дейді ғой, сондықтан да міндетті түрде қауіпсіздік шараларын қолданып, міндетті түрде маска киіп жүріңіздер, кәдімгідей көмектеседі екен негізі ше. Ана жерде короче айдап келді да, мұздың үстіне шықтар тормоз басты ғой деймін короче. Ұшты ғой страшно. Видеода енді толықтай көрсетеді ғой. Енді сонда да Ерназар енді короче жігіттікті танытып, до конца барам деп тұр ғой. Қазір 3 жарыста енді 2 жарысын мен жеңдім, 1 жарысын бұл жеңді. Яғни Жоқ. қалай болды? Қазір неше болды? Жігіттер енді Ерназар бауырымыз жігіттік танытып, енді сонда да до конца барам деп тұр. Қазір жарыстардың бәріне көріп жатсыз. Почти уже ничья болды. Енді соңғы 4-ші жарысты ұйымдастырып отырмыз. Соған енді қатысам, короче, до конца деп тұр ғой. 4-ші жарыс былай болайын деп тұр, короче. Иә. Бәленбай осындай бір 10-20 метр жерде кім ең аз жылдамдықпен жүреді, кім ең соңғы өтеді, ақырын жүреді. Бірақ аяқ жерге тигіз қоймау керек. Ақырын өтеді, ең соңғы келген адам ұтады ғой, бірінші жүріп кеткен, бірінші жаңа линияға жетіп алса, ол сол ұтылады, короче. Неғұрлым ақырын жүру керек, бірақ аяқ жерге тигіз қоймау керек қой. Аяқ жерге тигіз қойған адам ұтылады. Болды. Ар жаққа барып көрейік оны жүр. Жігіттер, сосын мынаның суетасын түсінесіздер ғой. Жеңілген адам қазір желание орындайды. Желание орындағанда келістік қой, қарға шомылады деп. Қарға шомылады деп келістік. Мен сені палеон ұтпай қоймаймын. Ястай түсіндің ғой, ойынның шарты аяқ жерге тигізбейсің, мотоциклді өшіріп алмайсың, ең бірінші жетіп алмайсың, ең бірінші жетсең ұтыласың, аяғын тигіз қойсаң ұтыласың, мотоциклді өшіріп алсаң ұтыласың. Сонда ақырын жүріп қана да? Иә, ең кім соңғы жетеді, сол ұтады ғой. Түсінікті, кеттік. 1, 2, 3. Аяқ жерге тиіп кеткен ғой. Кімдікі бірінші дейді? Не болды? Кімдікі бірінші? Тиіп кетті мекіні. Ал жігіттер, өздеріңе мәлім, Ерназар құласа да жеті сөзінде тұрды. Соның өзінде қазір енді по-любому 5 жылдық опыт жеңіп тұрған жігіттер. Так что, Ерназар қазір шешіне, давай ал, что там сонша мақтанып ғой, его. Мен... Давай шешіне, блядь, сөзінде тұрсайшына. Кете берейін. Давай! Палван! Түспей қойса, шешінбей Минус қойса қанша градус, жігіттер? Сотқа қайда, емайы? Минус, қазір примерно минус 10-15 градус беріп тұр. Соның өзінде Алматы қаласы, Алматы арена, Ерназар шешінен қарға жуынатын болатыны. 5 жылдық опыт жеңді жігіттер. Так что, жігіттер, бәріңді менен аяушылық сезім болмай ма? Қандай? Аяушылық сезім болмай ма? Аяушылық сезім деген мұндай жерде жүрмейді екен, оказывается. Бағанағы адамның көтенін өртеп өзінше болып едің. Давай көрейік ау. Қолым ауырып тұр, шалбарым шешпей қойын үстімді. Болды, жарайды. Қолыңа ауырып тұрған үшін бір скидка шалбарға. Әне, гамажды көрдіңдер ме, гамажды? Давай.
Алдым босатамыз машиненің. Hayda! Давай! Давай! Көр. Жігіттер, дәл осылай Бамикс YouTube арнасы картопты жарды. Кезекті жарыстар қандай мотоциклмен жарысамыз, толыққанды комментарияға жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, колокольчикті басыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен Бамикс YouTube арнасы әдеттегідей Естай жеңді.